Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы айналаны салыстыру. Тыңдалым бойынша бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, жүргізіп оқы. Қарамен берілген сөздерге қарап, ереже құра. Жантөре: Жайна, саған қандай жыл мезгілі көбірек ұнайды? Жайна: әрине көктем көбірек ұнайды. Жантөре: не себепті көктемді бәрінен артығырақ көресің? Жайна: өйткені көктем қысқа қарағанда жылырақ, ал жазға қарағанда салқынырақ. Жантөре: меніңше бәрінен күз мезгілі жақсырақ. Ыстық та емес, салқын да емес. Бәрінен бұрын күзде бау-бақша піседі, айнала сары алтындай болады. Тезірек күз болса екен. Осында берілген, қарамен берілген сөздерге мән берейік. Көбірек, артығырақ, жылырақ, салқынырақ, жақсырақ, тезірек. Осы қарамен берілген сөздерге ереже айтып көрейік. Көбірек, артығырақ, жылырақ, салқынырақ, жақсырақ, тезірек сөздері заттың сапалық қасиеттерінің бір-бірінен артық немесе кем екенін салыстырып көрсетіп тұр. Ендеше оқушылар есте сақтаңыздар, грамматикалық ереже. Сөздің соңғы дыбысы а, е әріптеріне аяқталса, онда ол сөздерге рақ, рек жұрнағы жалғанады. Егер сөздің соңғы дыбысы қалған жағдайда, яғни а, е әріптерінен басқа әріптер болса, онда ол сөздерге рақ, рек жұрнақтары жалғанады. Мысалы, а, е әріптері соңғы әріптер болса, онда ол сөздерге рақ, рек жалғанады. Яғни жаңа, рақ, жаңа сөздің түбірі жаңа, соңғы әріп а әріпі болып тұр, сондықтан рақ жұрнағы жалғанады. Кішірек сөздің түбірі кіші, яғни соңғы әріпі онда оған рек жұрнағын жалғаймыз, себебі бұл жерде бізде жіңішке. Қалған жағдайда, мысалы, салқын соңғы әріп н, онда оған рақ жұрнағын жалғаймыз. Терең соңғы әріп ың, онда оған рек жұрнағын жалғаймыз. Ереженің орысша нұсқасы. Жазылым бойынша екінші тапсырма. Сөздерге рақ, рек, рақ, рек қосымшаларының бірін жалға. Мысалы, менің суретім әдемі. Ережеге қарайық. Соңғы әріп әдемі болса, яғни қандай жалғанады? Рақ немесе рек. Әріпі бізде жіңішке болғандықтан жіңішке жұрнақты жалғаймыз. Рек, яғни менің суретім әдемі, рек жұрнағын жалғаймыз. Осылай өздеріңіз орындап көріңіздер. Ендеше бірінші сөйлем: менің суретім әдемірек. Бұл жердің табиғаты қаталырақ, себебі соңғы әріп л, яғни рақ жұрнағы жалғанады. Бұл жердің тауы биігірек. Биік сөздің түбірі к, оған рек жұрнағы жалғанып тұр. К әріпі г әріпіне ауысып кетіп тұр мұнда. Менің інім кішірек. Соңғы әріп ендеше оған рек жұрнағы жалғанады. Мына су тазарақ. Құдықтың суы салқынырақ. Біздің көшеміз үлкенірек. Өзеннің мұзы қалыңырақ. Осы жерге бурабай жақынырақ. Ойын алаңы кеңірек екен. Қысқы ойын көңілдірек екен. Шаңғы тебу қызықтырақ. Күн райы бақша егуге қолайлырақ. Менің шанам жаңарақ. Біздің орманымыз жасылырақ. Сенің ағаңның бойы ұзынырақ. Біздің даламыз жазығырақ. Сөйлемдердің орысша нұсқасы. Енді оқушылар, тағы бір ереже бізде. Егер осы экранда көріп тұрған сөздерге, мысалы көп сөзіне рақ, рек жұрнағын жалғайтын болсақ, мұнда берілген
П, К, Қ әріптері Г, Б әріптеріне өзгеріп кетеді. Мысалы, көп, көбірек, көп соңғы әріп П әріпі Б-ға өзгереді. Көбірек, көк, көгірек, ақ, ағырақ, ашық, ашығырақ, жазық, жазығырақ. Ендеше осы ереже бойынша айтылым тапсырмасы 5-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сызбаға қарап сөйлем құра. Яғни мұнда неге сұрағына жауап беретін сөзді қойғамыз. Одан кейін қарағанда сөзін қойып, не сұрағына жауап беретін бір сөзді қойып, және ереженің жұрнақтарын жалғап сөйлем құрастырамыз. Мысалы, қысқа қарағанда жазда күн ұзағырақ. Конькиге қарағанда шаңғы тебу оңайырақ. Әпкеме қарағанда сіңілімнің шашы ұзынырақ. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.